Баршаңызға сәлем достар. Менің есімім Мақпөпе. Менің күнделікті тіршілік атты каналыма қош келіпсіздер. Бүгін менің тіршілігім қысқа баклажаннан икра жабамыз. Мен қалай жасаймын, соны көрсететін боламын. Міне баклажанды осылай 4 бұрыштап майдалап турап алдым. Бұны енді тұзға салып қоямыз қазір. Міне бір ас қасық тұз салып, бір жарым қасық саламын. Мен таразымен өлшемей, көз мөлшермен примерно салып жасай беремін. Осылай тұзға араластырып қойып қоямын. Басқа заттарымды дайындап, турап болғанша тұрады. Мен тұзға жақсылап араластырып алдым. Енді маған керек заттар менен пияз, чеснок, 3 ащы бұрыш, болгар бұрышы және помидор. Енді тұзда басқа заттарымды дайындап болғанша тұрады. Енді помидорды міне әрқайсының басын былай кесіп алдым. Енді міне помидордың бастарын, әрқайсының бастарын кесіп алдым. Ыстық қайнаған су құйып қоямын, чтобы қабығы оңай алыну үшін. Ыстық суға құйып қойдым. Кішкене 5-10 минут тұрады, қашан қабығы алынғанша. Коридорда сантехниктер жұмыс жасап жатыр, дырылдатып кетті ғой бәрі. Кешірім сұраймын. Соның дырылдаған дауысынан қыздарым қорқып қасыма келіп шулап жатыр тоже. Айып етпеңіздер. Міне пиязды да осылай майдалап, 4 бұрыштап турап дайындап аламыз. Болгарскийді де тоже солай майдалап, 4 бұрыштап турап дайындап аламыз. Қыздарым қасымда жүрміне жаласып. Менде помидор біраз ыстық суда тұрды. Енді қабығын ашимыз. Қабығы осылай оңай ашылады. Қабығын ашып істесек, мындайды езіліп, әдемі болады. Қабығы қатты все равно. Достар, бәрін қабығын ашып болдым. Енді бұны 4 бұрыштап турап шығамыз. Осылай тураймыз. Енді қызып тұрған қазанға 600 мг сұйық май құямыз. Майды жақсылап қыздырамыз. Майымыз жақсылап қызды. Міне пияз. Примерно дайын күйі 2 килограммдай пияз. Жақсылап қатты отта әдемілеп қуырып аламыз. Достар, пиязымызды 20 минут қуырдық. Жақсылап ертмей. Цветін қараңыздар. Сарғыш әдемі цвет болды. Енді помидорымызды саламыз. Помидорда примерно 2 килограммдай. Астын қатты отта, бетін ашық қойып, қайнап шыққаннан кейін 15 минут
қайнатамыз помидорды. Міне помидор қайнап шыққаннан кейін 15 минут қайнап жатыр. Енді мына болгар бұрышын саламыз. Бұл да примерно 2 килограммдай. Сосын сразу мына ащы бұрышты да сала салам осымен бірге. Ащы бұрыш 3 штук. Бұл да қайнап шыққаннан кейін 15 минут қайнатам. Осылай бетін ашық қатты отта тағы қайнатамыз. Бақылжанымыз әлден тұрды. Тұзбенен кішкене сығып бөлек алып аламыз. Мінекей бәрін салып алдым. Қараңыздар, қаншама су шықты. Қазір мына болгар бұрышы 15 минут қайнағаннан кейін мынаны саламыз. Мінекей достар, болгар бұрышымыз 15 минут қайнады. Енді баклажанымызды қосамыз. Баклажанда примерно 2 килограмм. Мынау қазан менде 9 литрлік қазан. Үлкен берекелді өзі. Сондай өзіме қатты ұнайды. Қазір шамал қайнап неткен соң басылады. Жақсылап араластырып, қазір қайнап шыққаннан кейін тұз, қантын саламыз. Баклажанды салғаннан кейін 20 минуттай қайнап жатыр. Енді тұз, қантын саламыз. Қантын горка. 3 ас қасық тұз. 4 ас қасық қант салдым. Енді осы бойы жақсылап қайнап 20 минут қайнады. Енді 40 минут қайнатамын. Астына кішкене жай қойып, бетін жауып 40 минут қайнатамын. Сосын тұзын, қантын тағы да көреміз. Егер аз болып жатса салам. Аз болмайды, осымен дұрыс болуға тиіс. Енді бетін жауып, астын кішкене басып, осылай 40 минут қайнатамыз. Пока мына қазанымыз қайнап жатыр. Банкаларымды стерилизовать отырмын. Банкаларды мен жай содамен жуамын. Крышкалар, жаңа крышкалар жай таза суда қайнатып жатырмын. Арасында қозғап тұрамыз. Түбіне жабысып күйіп кетпесін. Достар, 40 минут қайнады, міне түрі өзгерді. Енді чеснок саламыз. Сосын басында зелень туралы айтпадым. Мында көкпен петрушка негізі бар болса,
негізі бұл рецепті де кинза қосылады негізінде. Мен кеше кинза таппадым барған жерінде. Укроппенен петрушка болды, сосын қосамын. Зеленді жақсы көреміз өзіміз. Сол себептен қоса беремін. Енді осыны жақсылап араластырып 10 минут қайнатамыз. Сосын болып жаба береміз. Кстати, мына тұзы бір несі қанты өте жақсы. Басқа артық қоспаймын. 2 ас қасық тұз, 4 ас қасық қант қостым. Осылай 10 минут қайнатамыз, сосын жабамыз. Міне достар, салатымыз дайын. Енді банкаға құйып жабамыз енді. Ал достар, міне баклажаннан жасаған икрам бітті, жауып болды. Міне тура 7 банка шықты, 7 литр. Енді мынау крышкасы кәдімгі былай бұралып жабылатын крышка, жаңа крышка. Енді осылай үстіне жылы отдел жауып қоямын, болды. Қыста өте дәмді салат, жасап көріңіздер. Мен жылда осылай жасаймын, өте дәмді, өте бізге ұнайды. Ал енді менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Каналыма тіркеліп, пікір жазып, лайк басыңыздар, рецептілеріңізбен бөлісіңіздер. Ал рахмет баршаңызға, сау сәлеметті болыңыздар.